да үлкен Жақсылық ағамыз ескерткіші бой көтерді. Бұл енді даңқты палуан, Қазақтан шыққан тұңғыш олимпиада чемпионы, әлем чемпионы, КСРО-ның 2 дүркін жеңімпазы. Сондықтан да біраз зиялы қауым өкілдері келіп, отбасы мүшелері келіп, спортқа, жастарға арналған жекпе-жек сарайының алдында үлкен Жақсылық Әмірәлі Үшкемпіров ескерткіш бой көтерді. Ол бір чемпион болдым деп, содан тоқтап қалған жоқ, одан кейін үлкен қоғам қайраткері болды. Жалпы отаншылдыққа тәрбиелеу, жастардың бұлай өзін-өзі ұстау, өздерінің ұлттың сапасын көтеру мәселелеріне ол бір жағынан жаттықтырушы да болып, бір жағынан ұстаз да болып, жас ұрпақты тәрбиелеуге көп еңбек сіңірді. Өте халқыма ризамын. Үлкен үкімет басшыларына көп рахмет. Жәкеңнің еңбегін ескеріп шара істеп отырғанына өте ризамын. Жәкеңнің енді ойлаймын, өзі жоқ болса да еңбегі, атағы ел есінде қалады өмір бақиға деп. Қандай керемет Жақсылық әкемізге, енді ағаларыңызға қандай міне ол кісіге ескерткіш қойылып отыр. Бұл енді сыйлағандары құрметтегені біздің әкемізді. Бұл Жақсылық ағаларыңыз біздің ғана әкеміз емес, бұл жастардың, спортшыларымыздың атасы десек те болады. Өйткені бұл кісі Қазақтан шыққан тұңғыш олимпиада чемпионы, осы күрестен міне енді бүгінгі сәт әрине бұл тарихи сәт.